шынымен де қолының дірілін тоқтата алмай қойдым. Жуынатын бөлменің есігінің саңылауынан көргенімді көрмегенсіп, өтірік сыңай таныту қолынан келмеді. Сол бір сәттен бастап күйеу балама деген көзқарасым мүлдем өзгерді. Дастархан басында болсын, қонақ бөлмеде немесе ұзын дәлізде бетпе-бет келгенде болсын, менің оған қадаған жанарым ене мен күйеу баланың емес, еркекке ынтық қажан әйелдің көзқарасына айналды. Данияр, бұлай істемеуіміз керек. Бұл дұрыс емес. Мұны ол да біледі, мен де білемін. Бірақ ойымнан шығаралар емеспін. Алматының жаңбырлы түнінде жарық сөніп қалып, майшамның әлсіз жарығында қолымды оның тізесіне қойған сәтте, мұның жай ғана жалғыздық еместігін түсіндім. Мен шарасыз күйде едім. 59-дағы әйелдің тәні 37-дегі еркектің құшағын аңсады. Данияр, тек бір рет қана, бір-ақ рет. Маған көрсетші. Зейнеп апа, сіз не айтып тұрсыз? Жоқ, мен есімнен адасқан жоқпын. Бәрі сен үшін. Керезені ұрғылаған нөсер, жаңбырдың астында біз кері қайтпас өткелден өттік. Менің жан даусым, ынтыққан қимылдарым мені терең күнәға батырды. Менің есімім Зейнеп, жасым 59-да. Сіздерге айтқалы отырған хикаям ойлағандарыңыздан да құпия, әрі қауіпті. Менің сезімімді түсіне алар ма екенсіздер? Қызым Айгерім жол апатынан кенеттен қайтыс болғанда, оның күйеуі Данияр небәрі 37 жаста еді. Жарқында бақытты өмірлерін бір сәтте қара бұлт торлағандай болды. Жаназадан кейін 2 апта өтсе де, күйеу баламның үйі Айгерімнің ізіне толы еді. Қызым жақсы көретін терезе алдындағы гүлдер, төсек басындағы кітаптар, қабырғадағы отбасылық сурет, бәрі оның жанын езгілеп жатты. Түндерін ішімдікпен өткізетін болды. Мен оның күйзелісін сырттай бақылап жүрдім. Кішкентай немерем Мединаны асырау үшін күндіз-түні дизайнер болып жұмыс істесе де, Алматының қымбатшылығы қысып, тапқаны пәтер ақысы мен күнделікті шығыннан аспайтын. 8 жасар Мединаның мөлдіреген көзін көрген сайын жүрегім ауыратын. Ал Даниярға жалғыз өзі бала тәрбиелеп, болашақтың жүгін арқалау тым ауыр соғып жүргенін сездім. Бір күні шыдай алмай оны шақырдым. Данияр, Мединаны алып біз дүниеге көшіріңдер. Жалғыз өзіне бала тәрбиелеп, жұмыс істеу оңай емес қой. Жасым 59-ға келсе де, өзімді күтіп ұстаған келбетті әйелмін. Кезінде балет студиясында сабақ бергендіктен мүсінім сымбатты. Жүріс-тұрысым тік. Жолдасының қайтқанына 7 жыл болған. 2 қабатты кең жер үйде жалғыз тұратынмын. Данияр алғашында үзілді, кесілді, қарсы болды. Ене, ыңғайсыз ғой. Сізге масыл болғымыз келмейді, деді ол. Намыстанғаны көрініп тұрды. Іштей маған арқа сүйгісі келсе де, қазақы тәрбиемен өскен жігіт қой. Күшік күйеу атанғысы келмеді. Қой балам, о не дегенің? Медина менің туған немерем. Сен күйеу баламсың. Бөтен емессіңдер ғой. Бар, заттарыңды жинап кел, дедім даусыма аналық мейіріммен бұлтартпас нық үн қосып. Ол бұдан әрі қарсыласа алмады. Сөйтіп, немерем Медина мен күйеу балам Данияр менің шаңырағыма көшті. Менің кең сарайдай үйім олардың тар пәтермен салыстырғанда әлде қайда жайлы еді. Медина, өз бөлмем бар, деп қуанып, үйді басына көтеріп жүгіріп жүр. Оның сыңғырлаған күлкісін естігенде, жүрегімнің түбіндегі қатқан мұз ерігендей болды. Терең дем алып, сәл де болса жеңілдеп қалдым. Бірінші күні кешкі асқа барымды салдым. Ет асып, бауырсақ пісіріп, түрлі салаттар жасадым. Үй іші бұрқыраған дәмді тамақтың иісіне толды. Әже, мұның бәрін мен үшін пісірдіңіз бе? Керемет, деп Медина мәз болды. Оның қуанышы маған да жұғып, жүзіме күлкі үйірілді. Сол кезде Даниярдың ішінде булығып жатқан сағынышы сыртына теуіп шықты. Шіркін, Айгерім тірі болғанда, үшеуміз осылай бақытты отырар едік ау.
деп тамағына өксік тығылып, төмен қарап тамағын шықылап отыр қалды. Данияр, балам, дұрыссың ба? Дедім алаңдап. Я, бәрі жақсы. Тамақ өте дәмді екен, деп күміжіді. Бірақ мен оның жүзінен жасыра алмаған мұңын көрдім. Сол түні төсекте жатып ұзақ ойландым. Олардың келгеніне қуансам да, болашақта қалай болар екен деген уайым мазалады. Күйеу баламен бір үйде тұру. Ел не дейді деген ойда қылаң берді. Бірақ жүрек қалауы кейде ақылдан күштірек болады екен. Сол кезде бұл қарапайым шешімнің түбі үлкен дауылға ұласарын сезген жоқпын. Бір апта өтті, сенбінің таңы еді. Үйренісе бастағанбыз. Медина құрбысының үйіне қонған Данияр демалыс болған соң ұйқысын қандырып жатты. Сағат таңғы 9. Терезеден түскен күн сәулесі бөлмені нұрға бөліп тұр. Данияр тұрып, жуынатын бөлмеге беттеді. Біздің үйде 2 жуынатын бөлме бар. Бірі астыда, бірі үстіде. Астыңғысын көбіне мен қолданатынмын, ал жоғарғы қабаттағысы Данияр мен Мединаға тиесілі болып бекітілгенде еді. Ол душқа түсіп, жуынып жатқан. Мен ас үйде едім. Таза сүлгі беру үшін жоғары көтерілдім. Дәлізбен келе жатып, есіктің сәл ашық қалғанын байқадым. Салғырт жабылған есік сырт етіп ашылып кеткендей болды. Мен кілт тоқтадым. Есік саңылауына көзім түскенде қимылсыз қатып қалдым. Данияр сүлгімен сүртініп жатыр екен. Сүлгімен жартылай жабылса да, дене бітімі, әсіресе төменгі жағы, оның табиғатынан өте ірі екені бірден көзге ұрды. Екеуміз де үнсіз қалдық. Тек душтан аққан судың дыбысы ғана естіп тұрды. Сол бірнеше секунд маған мәңгіліктей көрінді. Бір түрлі ауыр тыныштық орнады. Ой, Данияр! Деп айғайлап жібердім де, есікті жаба салдым. Есіктің тарс еткен дыбысы дәлізді жаңғыртып жіберді. Кешір, сүлгі келе жатыр едім. Даусым дірілдеп әрең шықты. Орнымда қатып қалдым. Жаңағы көз қарасым не болды маған? Жай ғана таңданыс па, әлде басқа сезім бе? Жүрегім атқақтап соғып, бетім дуылдап қоя берді. Мен не істеп қойдым? Күйеу балама олай қарағаным несі? Сан түрлі ойлар миымды жеп барады. Бұл жай ғана кездейсоқтық деп өзімді сендіргім келді. Бірақ түйсігім әлде бір тылсым, қауіпті сезімнің ұшқынын сезгендей болды. Ол киініп, төмен түскенде мен таңғы ас дайындап жатқанмын. Сырт көзге бәрі баяғыдай көрінгенімен, ауада ауырлық сезіліп тұрды. Ол үстел басына сақтықпен жайғасты. Жақсы ұйықтадың ба, Данияр? Дауысым әдеттегіден сәл жіңішке шықты. Өзімді сабырлы ұстауға тырысып бағудамын. Я, ене, жақсы, деді ол да ыңғайсызданып. Тамағы құрғап қалғандай. Бүгін Медина жоқ, жақсылап демал. Көп жұмыс істейсің ғой, деп алдына қимақ пен қаймақ қойдым. Тәрелке ұсынғанда саусақтарымның сәл дірілдегенін байқамай қалмадым. Рахмет. Тамақ үстінде оның көзіне тура қарауға дәтім бармады. Жуынатын бөлмедегі көрініс көз алдынан кетер емес. Данияр да үнсіз, тек тәрелкесіне үңіліп отыр. Сол күнгі кешкі ас одан да қиын болды. Мен тура қарамасам да, оның мені астыртын бақылап отырғанын сездім. Басымды көтерсем, ол көзін алып қашады. Бірақ оның жанарында бұрынғыдай сыйластық емес, мүлде басқа, тыйым салынған сезімнің ұшқыны бардай көрінді. Кешкі астан кейін күтпеген жерден, Данияр, шамалы отырайықшы? Бірдеңе ішеміз бе дедім. Ол аңтарылып қалды. Иә, әрине. Әдетте мен ішімдікке жыламайтынмын. Неге бұлай айтқанымды өзім де түсінбедім. Бірақ тілім менен бұрын сайрап кетті. Шкафтан жақсы коньяк алып шықтым. Бокалға құйып жатқанда қолының тағы да дірілдегенін байқадым. Мен одан бетер көп алып тұрмын-ау шамасы. Соңғы кездері қиналып жүрсің бе? Деп сұрадым абайлап. Шүкір, сіздің арқаңызда ес жиып қалдым, деді ол шынайы.
Менің қасымда өзін еркін сезінетіні рас еді. Дегенмен, жас жігітке жалғыздық оңай емес қой. Оған қараған жанарым тереңдей түсті. Жай ғана енелік қамқорлық емес. Әлде бір мағыналы тылсым сыр бар еді көзімде. Оның жүрек соғысы жиілегенін сездім. Келесі сөздің не боларын білмесем де, ауада түсініксіз кернеу тұрды. Данияр жұтынып қойды. Бокал ұстаған саусақтарым нәзік әрі әдемі көрінді. Таңертеңгі жағдай үшін кешір, дедім даусымды бәсеңдетіп. Әдейі емес еді. Жоқ, ештеңе етпейді. Есікті дұрыс жаппаған өзім ғой, деді ол басын төмен салды. Құлағына дейін қызарып кетті. Бірақ, Данияр, мен оның көзіне тіке қарадым. Бұл жолы менің көзімде ұят емес, қызығушылық бар еді. Сен өте ірі денелі екенсің. Осы сөзді айтқанда, оның беті от болып жанып кетті. Өзім де мұндай сөз айтамын деп ойламаған едім. Ұятпен бірге бойымды түсініксіз бір елірту билеп алды. Оның жүрегінің дүрс-дүрс соққаны маған естіліп тұрғандай. Ине, ол... Мен сәл жымидым. Бірақ бұл менің әдеттегі мейірімді күлкім емес еді. Астарында құпия сыр жатқандай. Кешір, Данияр. Коньяк буына піскен кемпірдің сөзі ғой, дедім. Бірақ жанарымда өкініштің ізі де жоқ еді. Керісінше, менің жанарымда өкініштің ізі де жоқ еді. Оның орнына бірдеңені жасырғысы келген. Сонымен бірге қарсы тараптың реакциясын аңдыған сынаушы, сұраушы кейіп бартын. Сол түні менің жанарым оған қадалып қалды. Бұл жағдай жай ғана кездейсоқтық емес еді. Сіз де сезіп тұрсыз ғой. Түсініксіз. Қисық жолдың басы сияқты көрінген бұл өзгеріс ертеңіне одан сайын айқындала түсті. Сол күннен кейін менің мінез құлқым нәзік өзгеріске ұшырады. Таңертең ол жұмысқа жиналып жатқанда, мен оның дене бітіміне ұрлана қарайтын болдым. Жейдесін кигенде, галстугын байлағанда немесе пиджағын иығына ілгенде, әр қимылын бақылап тұрамын. Жуынатын бөлмедегі оқиға арамыздағы көрінбейтін қабырғаны құлатты ма? Әлде жаңасын тұрғызды ма? Нақты білмеймін. Бірақ бір нәрсенің өзгергені анық еді. Данияр, бүгін маңызды жиналысың бар ғой? Мына галстук саған жарасады, деп жақындап галстугын түсеп бердім. Қолым оның кеудесіне тиіп кетті. Ол бір сәтке сілейіп қалды. Байқаусызда терең тыныс алды. Менен шыққан атырдың хош иісі оның тұла бойын алып кеткендей болды. Ине, өзім істей салайыншы, деді ол әрең тілге келіп. Даусынан ыңғайсыздық байқалды. Тұра ғой, қимылдама. Мен ақ жасайын, дедім. Даусым бәсең әрі сабырлы шыққанмен, онда бір түрлі діріл бар еді. Менің жанасуым тыныш жатқан көлге лақтырылған тастай, оның жан дүниесінде толқын тудырды. Галстукты қысқан саусақтарым оның мойнына тиіп, жейденім жағасын сөйткенде, алақаным бұғанасын сипап өтті. Ол бұл жанасудың қарапайым инелік қамқорлық па? Әлде әйелдің еркекке деген ықыласы мекенін түсіне алмай дал болды. Жүрегі атқақтап соға бастады. Міне, дайын, өте жарасымды, дедім даусымды жұмсартып. Оның беті дуылдап қоя берді. Рахмет. Сөзін әрең аяқтады. Сол сәтте Данияр екеуміздің көзіміз түйісіп қалды. Бұл жанарда жуынатын бөлмеде көрген сол бір көріністің елесі анық тұр еді. Түк болмағанда кейіп танытқанымызбен бір-біріміздің ішкі сезімдерімізді сөзсіз ұғынып тұрғандаймыз. Ол дереу көзін тайдырып әкетті. Осыны сезіну дұрыс па? Сіз менің орнында не істер едіңіз? Бүгін ерте келесің бе? Деп сұрадым. Бұл жай сұрақ емес. Сынақ немесе үміт толы сұрау еді. Иә, кірсамын. Ол жауап бергенде, ернімнің шеті сәл жымиды. Медина бүгін мектептен кеш келеді. Ертеңге дайындықтары бар екен. Бүгін құрбысының үйіне қонады, дедім. Ол менің сөздерінің мағынасын іштей салмақтады.
Бұл үйде Мединасыз оңаша қаламыз дегенді білдіретін. Бойымды кінәлау сезімі мен түсініксіз бір күту сезімі қатар биледі. Жарайды. Офиске жетсе де, оның ойынан мен кетпедім. Бұл қалыпты қарым-қатынас емес еді. Мен оның әйелінің анасымын ғой. Әйгерімнің қайтқанына көп уақыт өтпей жатып, мұндай ойларға берілгені үшін өзін-өзі жек көріп кетті. Бірақ сонымен бірге менің қолымның жылуы есінен шықпады. 59 жаста болсам да, сақталған сұлулығым оның басын айналдырып бара жатты. Бірнеше күн өтті. Ол жұмыстан келген соң, қонақ бөлмеде жаттығу жасап жатқан. Үстінде қысқа жеңді футболка мен шолақ шалбар. Спортзалға барып келген беті үсті терлеп тұрса да, дене күтіміне қатты мән беретін. Қызық, сол күні мен өзімнің көзқарасында анық сезіндім. Данияр, су іш, деп мұздай су ұсындым. Ол стаканды бірден сіміріп салды. Тамағы құрғап қалғандықтан, басын көтеріп рахаттана жұтынды. Рахмет. Ол басын көтергенде, менің оның санына қадала қарап тұрғанымды байқап қалды. Жанарым оның денесін асықпай, табандылықпен шарлап, әлде бір нәрсені іздегендей болды. Ене, деді ол сескеніп, көзін алып қашты. Ой, кешір, жақсы жаттығады екенсің. Аяқ бұлшық еттерін тастай екен, дедім бетім қызарып. Бұл қызарудан ұят емес, құмарлық лебі есіп тұреді. Жасыруға тырыссам да, бойымдағы жабайы аңсарды жасыра алмадым. Залға барып жүрмін ғой, деп ыңғайсыздана жымиды. Я, дене бітімің сөз жоқ. Айтарға сөз таппай қалдында, ас үйге қайта кіріп кеттім. Бірақ менің сұлбамнан сексуалды аура сезіліп тұрды. Қонақ бөлмеге оғаш керне орнады. Өзімді бір түрлі сезіндім. Күйеу бала мені әйел ретінде көре ме? Жоқ, мүмкін емес. Мен шатасып жүрген шығармын. Бірақ жанағы көзқарас ананың күйеу балаға деген мейірімі емес, әйелдің еркекке деген ынтызарлығы болатын. Тіпті мен жөтеліп қалсам да, ол селк етіп иығын қомдап қалатын болды. Біреу көріп қоятындай қорқатын секілді. Сол түні кешкі асқа ерекше мән бердім. Тіпті сөреден шарап шығардым. Бүгін ерекше күн бе деп сұрады ол. Жоқ, жай, соңғы кезде көп жұмыс істеп шаршадың, менің де шарап ішкім келіп тұр дедім. Жауабым онша сенімді шықпады. Менің киім-киісім де әдеттегіден өзгеше еді. Дене бітімімді нәзік айшықтап тұратын қарапайым көйлек кидім. Әдеттегіден гөрі көбірек боянған сияқтым. Ернім қызыл түске боялған. Үстімнен хош иісті әтір аңқиды. Оның жүрегі бір ете қалғанын сездім. Кешкі астан кейін шарап ішіп отырғанбыз. Мен диванға ауысуды ұсындым. Ол маған еріп отырды. Бөлменің жарығы бәсеңдетілген. Жартылай қараңғылықта менің жүзім әлдеқайда жас көрінді. Оның жүрегі дүрс-дүрс соғуда. Мен оның елестеткеннен де әлдеқайда тартымды әйел едім. Данияр, деп жанына жайғастым. Бокалды айналдырған саусағым сәл дірілдеп тұр. Я? Ол жұтынып қойды. Не айтар екенмін? Әңгіме қайда барады? Оның бар назары менде. Сен жалғыздықтан қиналмайсың ба? Дедім даусымды бәсеңдетіп. Бұл жай сұрақ емес еді. Оның жүрегіне иненім ұшындай қадалды. Менің жанарым енді ешқайда алып қашпады. Оның көзіне терең үмілдім. Онда жалғыздықпен қатар басқа бірдеңе, өртеп бара жатқан аңсар бар еді. Ол сілейіп қалды. Сен жалғыз сұрамайсың ба? Деп қайта сұрадым. Бұл сұрақ оның жанын түршіктірді. Менің көзіндегі от оны баурап алды. Ұзақ уақыт бойы тұншықтырылған сезім сыртқа атылуға шақ қалғандай. Данияр, қолым ақырын жылжып, оның қолының үстіне қонды. Ыстық та емес, суық та емес. Бірақ бұл жанасу. Оның жүрегін бір сәтте мұздатып, артынша ертіп жіберердей күшке едеді.
Біз үнсіз ұзақ отырдық. Ауыр тыныштық орнады. Кеш болыпты. Ұйықтайық дедім ақыры, үнсіздікті бұзып. Қолымды тартып алдым. Иә, ене, деді ол әрең дегенде. Жартылай қараңғы бөлме сол түннің атмосферасын одан сайын тылсым етіп жіберді. Мен бірінші болып орнынан тұрдым. Ол менің арқамнан қарап, ойын жинақтай алмай отырып қалды. Бұл дұрыс емес. Мүлде дұрыс емес, деп ол іштей қайталады. Бірақ тым кеш қалып қойдым ба, деген үрей жүрегінің түкпіріне ұялап үлгерген еді. Сол түні мен де көзіле алмадым. Сұрағым, көзқарасым және қолымның жылуы миымда шыр айналып тұрды. Жалғыздық туралы сұрағандағы түпкі ойым не еді? Жай ғана жұбату ма? Әлде тереңірек мағына бар ма? Сансыз ойлар ұйқы бермеді. Таңға жуық қана көзім ілініпті. Бірнеше күн өтті. Күйеу баламен қарым-қатынасымыз сырт көзге қалпына келгендей болды. Таңғы ас, сәлемдесу, кешкі ас, бәрі қалыпты ене мен күйеу бала сияқты. Бірақ арамыздағы көзге көрінбейтін кедергі бұрынғыдай емес еді. Бір-біріміздің сезімімізді біліп қойғандықтан, бұл енді жасыруға келмейтін құпияға айналды. Мен әлі де таңертең галстугын түсіп беремін. Бірақ ендігі жанасуым бұрынғыдай жай ғана достық, рәуште емес. Галстук байлаған сәтте бірнеше рет нәзік, құпия жанасулар болып өтеді. Ол жөтеліп, жағдайды өзгерткісі келеді. Бірақ тәні менің қолымды әлде қашан жаттап алған. Бір түні ол шөлде боянды. Терең ұйқыдан тұрған бойда, кешегі ішкен шараптың әсері ме, тамағы құрғап кеткенін сезді. Қараңғыда жатын бөлмесінің есігін ақырын ашып, бәлізге шықты. Екінші қабаттан абайлап түсті. Ас үй бірінші қабатта. Менің бөлмемнің тұсынан өтіп бара жатқанда, іштен әлсіз дыбыс естілді. Өте ақырын, бірақ түнгі тыныштықта құлаққа анық естілетін ыңырсу. Ол кілт тоқтады. Жүрегі аузына тығылды. Ауырды ма екен деп есікке жақындады. Есік саңлауынан түнгі шамның әлсіз жарығы түсіп тұр. Бөлмеде шам жанып қалған екен. Сол сәтте ол өз есімін естіді. Жүрегі күн күркірегендей дүрсілеп кетті. Арқасынан мұздай тер жүгірді. Данияр, сен тым үлкенсің. Менің ыңырсуым жалғаса берді. Ол орнында қатып қалды. Тұла бойы түршігіп кетті. Менің жалғыз жатып, ол туралы ойлап, құмарлығымды басып жатқанымды түсінді. Бұл дыбыс ауырсыну емес, ләззаттың даусы еді. Жанұшыра шыққан үн, менің әрбір сыбырым оның миын айналдырып жіберді. Қараңғыда оны дежавю сезімі биледі. Жуынатын бөлмедегі көзқарас, шарап ішкендегі әңгіме, және енді түндегі мына дауыс. Бәрі бір шынжырға тізілгендей. Ол дереу екінші қабатқа көтеріліп, бөлмесіне кіріп, төсекке құлады. Кеудесі жарылып кете жаздады. Жүрегі тоқтар емес. Енем мен туралы осылай ойлайды ма? Ол көрпені бүркеніп алды. Бірақ менің ыңырсыған даусым құлағынан кетер емес. Оның да денесі реакция бере бастады. Бойын бір мезетте кінәлау сезімі мен түсініксіз қозу биледі. Бұл дұрыс емес. Енем, Айгеріннің анасы ғой. Мұндай ойға бармауым керек, деп өзін сөкті. Бірақ ақылы бақылаудан шығып кеткен еді. Марқұм қызымның күйеуіне деген тыйым салынған аңсар мені алып толқындай баурап алды. Сіздің басыңыздан мұндай жағдай өтіп еді? Ақыл мен түйсік арпалысқа түскен сол сәт. Сол түні ол көз іле алмады. Көзін жұмсады, менің жылап тұрып шыққан ыңырсуым. Мен оның есімін атаған жан даусым құлағынан кетер емес. Төсегінде тыныш жата алмай, төбеге қарап кері қайтпас өткелден өтіп бара жатқанын сезді. Мен бұл қарым-қатынастың қайда апарарын, соңы не боларын білмесем де, күйеу балама деген харам сезімнің тұңғиығына батып бара жаттым. Шамамен бір ай өтті. Біздің тыныш, бірақ құл үстіндегі әлемімізге сызат түсе бастады.
Бір күні сіңілім Мәриям кенеттен жетіп келді. Мәриям сөзге шешен, көзі қырақ әйел. Оның аяқ астынан келуі мені абдыратып тастаса да, сыр білдірмеуге тырысып күтіп алдым. Әпке, көп болды ғой көріспегелі, қайдан жүрсің? Мәриям үйге жарқылдап кірді. Мен ас үйде қарбаласы жатқанмын. Данияр бізді алыстан бақылап тұрды. Ой, Мәриям, мұнша шұғыл не боп қалды? Даусымның сәл дірілдегенін байқамай қалу мүмкін емес еді. Кешкі асқа бірге отырдық. Мәриям әр нәрсенің басын бір шалып әңгіме айтып отырды. Медина нағашы әжесінің құшағына еркелеп мәз-мейрам. Сырт көзге кәдімгі тату-тәтті отбасылық отырыс сияқты көрінгенмен, менің арқамнан суық тер сорғалап жатты. Мәриямның өткір көздері мені мен Даниярдың арасында жүгіріп, ішіміздегіні оқып тұрғандай сезілді. Бұл жай қарау емес. Біздің құпиямызды тесіп өтетін рентген сәулесінде еді. Тамақ үстінде сіңілім күтпеген жерден сұрақ қойды. Әпке, өңің өзгеріп қалыпты. Жүзің жайнап тұр. Соңғы кезде жақсы жаңалық бар ма? Осы сөзді естігенде шанышқым қолынан түсіп кете жаздады. Жүзімдегі қобалжуды жасыра алмай қалдым. Зорланып жымидым. Бірақ күлкім жасанды шықты. Жай, Данияр мен Медина келгелі үй іші думанға толып, жалғыздықтан арылдым ғой, деп ақталдым. Солай де. Дегенмен әпке, күйеу балаң Данияр жас әрі сымбатты жігіт қой, деді Мәриям мағыналы түрде. Даниярдың жүрегі тас төбесіне шықты. Менің бетім лезде қызарып кетті. Байқаусызда сіңіліме қарадым. Ой, не деп кеттің? Даусым суық әрі қатал шықты. Жоқ, жай әншейін. Даниярға қараған көзқарасың бір түрлі екен әпке, деді Мәриям сабырлы үнмен. Даусында мен бәрін білемін деген нық сенім бар еді. Мәриям Даниярға қилана қарап мысқылдай жымиды. Бұл жымиыс маған өлім үкіміндей көрінді. Жүрегім атқақтап соға бастады. Бітіпті. Мәриям бәрін біледі. Бойымды үрей биледі. Кешкі астан соң Мәриям мені ас үйге алып шықты. Данияр қонақ бөлмеде қалса да, біздің бәсең даусымызды естіп тұрды. Мен демімді ішіме тартып, құлағымды түрдім. Әпке, маған шыныңды айтшы. Даниярға деген сезімің бар, иә? Деді Мәриям турасынан. Даусынан алаңдаушылықпен қатар айыптау сарыны да байқалды. Данияр диванда қалшиып қалды. Не деп тұрсың? Деп қорғана бастадым. Әпке, мен көрмейтін соқыр емеспін. Сенің Даниярға қараған көзің, ол ененің күйеу балаға қараған көз емес. Мәриямның даусы сенімді шықты. Тұла бойым тітіркеніп кетті. Қайдан біледі? Құпиямыз қалайша тез ашылып қалды. Арада үнсіздік орнады. Қысқа ғана үнсіздік болса да, маған мәңгіліктей көрінді. Жүрегімнің бір сірінен құлағым тынып қалды. Білемін. Мен де білемін, деді ақыры сыбырлап. Даусым кінә мен өкінішке толы еді. Бұл мойындау жүрегімді тілгіледі. Білсең қайтесің? Есіңді жи, әпке. Данияр Әйгерімнің күйеуі. Марқұм қызының әруағын сыйласаңшы. Бұлай істеуге хақым жоқ, деп Мәриям зірк ете қалды. Оның ескертуі құлағымызда анық жаңғырып тұрды. Жоғарда Медина ұйықтап жатыр. Ал біздің тағдырымыз Мәриямның қолында. Қыл үстінде тұр еді. Барлығы бір сәтте қирап қалама деген қорқыныш жанымды жегідей жеді. Мен үндей алмадым. Данияр да дем алуды ұмытып, Мәриямның келесі сөзін күтті. Енді не болады? Осымен бітті ме? Әлде Мәриямның аузын жабаламыз ба? Сіңілімнің ескертуі бізді суық шындыққа қайтарды. Біздікі харамыз. Жалғыздық пен құмарлықтың жетегінде жүріп елемеген шындық енді өткір кездіктей болып өзімізге қадалды. Түнгі ләззатқа мас болып жүргенде ұмытқан ел не дейді деген ұят пен ар мәселесі Мәриямның аузымен айтылды. Сіз болсаңыз қайтер едіңіз?
Бұл қарым-қатынасты үзер ме едіңіз? Әлде жалғастыра берер ме едіңіз? Мен екіұдай күйде қалдым. Бір апта өтті. Алматыда күзгі жаңбыр маусымы басталған. Тістен бері нөсерлеп құйып тұр. Күн күркіреп, найзағай жарқылдайды. Данияр қараңғы аспанға қарап, жұмыстан ерке шықты. Үйге маған және Мединаға тезірек жеткісі келді. Ауа райының құбылуымен бірге, оның да жүрегінде түсініксіз бір мазасыздық болды. Мединаны ұйықтатып төменге түстім. Диванда кітап оқып отырғанмын. Тошердің әлсіз жарығы жүзіме түсіп тұр. Кенет тарс еткен дыбыс шықты да, жарық сөніп қалды. Үй ішін қараңғылық басты. Ой, деп шошып кеттім. Данияр да селк ете қалды, бірақ сабыр сақтауға тырысты. Ене, қозғалмаңыз, мен майшам әкелейін. Қараңғыда абайлап жүріп, майшам тауып жақты. Көп ұзамай, бөлмені әлсіз оттың жарығы нұрландырды. Қабырғадағы майшамның дірілдеген көлеңкесі бір түрлі тылсым көрінді. Осында отыр, деп диванды нұсқадым. Ол жаныма келіп жайғасты. Сыртта найзағай жарқылдап, күн күркіреді. Майшамның жалыны желмен бірге дірілдейді. Дәл сөніп қалатындай әлсіз. Біздің сезіміміз сияқты тұрақсыз. Данияр, мен соңғы кездері бір түрлі болып жүрмін, дедім даусым дірілдеп. Мен оның жүзіне қарадым. Майшамның жарығында көздерім тұңғиық қараңғыда жылтырап тұрды. Мен сені еркек ретінде ойлай беремін. Бұл мойындау оның жүрегін тоқтатып қоя жаздады. Уақыты келгенін түсінді. Елемеуге тырысқан шындық енді жасыруға келмейтін еді. Ене, деді ол тыншып. Кешір. Бұлай болмау керек екенін білемін. Бірақ жуынатын бөлмеде сені көрген күннен бастап, ойымнан шығаралар емеспін. Ұмыта алмаймын. Қолым ақырын жылжып, оның тізесіне қонды. Қолымның дірілін сезсем де, ұстасым нық еді. Ене, бұлай етуге болмайды. Ол ақылға жүгінгісі келгенімен, іштегі нәпсісі менің қолыма әлде қашан жауап беріп үлгерген еді. Білемін. Бірақ шыдай алар емеспін. Қолым оның санын сипай бастады. Саусақтарымның ұшы шалбардың сыртынан тиген сайын, оның денесі тітіркеніп жатты. Данияр, маған көрсетші. Тек бір рет қана жақсылап көргім келеді. Ол қатып қалды. Менің талабым шоштарлық болса да, бас тартуға келмейтін тәтті азғыру еді. Ене, сіз есіңіз дұрыс па? Жоқ, мен есімнен адасқанмын. Сенің кесіріңнен түнімен ұйықтай алмайтын болдым. Қолым оның еркектігін шалбар сыртынан сипады. Оның денесі бірден реакция берді. Менің сипағанымнан оның ішінде өрт тұтанғандай болды. Ох, ене, еріксіз ыңырсып жіберді. Үлкейіп кетіпті ғой? Сен де қалап тұрсың, Данияр. Менікі дұрыс еді. Ақылы қарсыласса да, тәні менің жанасуында аңсап тұрған. Ене, егер тек бір рет болса, тек бүгін түнге ғана, деді ол жалбарынғандай. Даусымда шарасыздық бар еді. 7 жылдық жалғыздықпен аңсар сыртқа тепті. Ол бұдан әрі шыдай алмады. Ар ұят пен ақылдың жібі әлде қашан үзілген. Іште бұғып жатқан құмарлықтың жанартау болып атылатын сәті келді. Ене, шын айтып тұрсыз ба? Ол менің көзіме терең үңілді. Майшамның жарығында менің көздерім құмарлық отымен жанып тұрды. Сенің бар болмысыңды көргім келеді. Осы жауаптан кейін ол орнынан баяу тұрып, белдігін ағытты. Жаңбыр мен күннің күркіреуі біздің құпия бастамамызды жасырып тұрды. Шалбары сусып түсті. Майшам жарығында оның еркектік мүшесі ашық қалды. О, құдайым! Көзім шарасынан шыға жаздады. Қолым дірілдеп кетті. Айгерім осындай нәрсеге қалай шыдады екен? Мен оған есімнен тана қарадым. Бұл көзқараста таңданыс та, қою құмарлық та бар еді.
Менің көзқарасым оны да еліртіп жіберді. Ұстап көруге бола ма? Деп сыбырладым. Даусымда жалыныш бар еді. Данияр екідай күйде қалды. Ақылдың соңғы жібі оны ұстап тұрғандай. Өтінемін, тек бір рет. Қолыма байлап жақындады. Бірілдеген алақаным оны орап алғанда, оның тұла бойы түршігіп кетті. Менің қолында оның мүшесі оттай жанып, лүпілдеп тұрғанын сездім. Уф, ыстық. Әрі дәу екен. Даусым дірілдеп шықты. Қолым ақырын қимылдай бастады. Жоғары төмен сипадым. Ол ыңыр суын тоқтата алмады. Менің әрбір қимылым оның сезім жүйкелерін жарып жібере жаздады. Ене, еріксіз дауыстап жіберді. Данияр, менің делебем қосып барады. Басымды көтеріп оған қарадым. Көзімде жабайы от жанып тұр. Иә, ол ауаны жұтып қалды. Келесі сөздің не болатынын сезсе де, сенгісі келмеді. Мен мұны сезінгім келеді. Ішімнен... Бұл сөз оның ақылын түбегейлі қиратты. Ол енді қарсыласа алмады. Қарсыласуға қауқары да қалмаған еді. Ене, сіз сенімдісіз бе? 7 жыл жалғыз жүрмін. Енді шыдай алмаймын. Мен диванға абайлап шалқайдым да, дірілдеген қолдарыммен етегімді жоғары көтердім. Аппақ сандарым ашылып, көп ұзамай құпиям екенім көрінді. Ол мұны көріп жұтынып қойды. Данияр, кел. Даусымда бұйрықпен қатар жалынышты аңсар бар еді. Ол үстіме шықты. Тәніміздің жылуы табысқан сәтте мен тағы да есімнен адастым. Оның еркектігі менің тәніме тигенде қысқа айғайлап жібердім. Ақырын, тым үлкен. Ол абайлап қимылдады. Ішім ылғал әрі ыстық еді. Бүкіл денемнің дірілдеп жатқанын сездім. Ене, ауырып жатқан жоқ па? Жоқ, маған ұнап жатыр. Жалғастыр. Даусым демірілдесе де, онда айқын ләззат бар еді. Сол түні ешкім көрмейтін қараңғылықта біз шекарадан өттік. Барлық тыйым мен моральды аттап өтіп, жаңа қарым-қатынасты бастадық. Оны қабылдаған сайын мен ыңырсып жаттым. Данияр, қатты ұнап жатыр. Өмірімде бірінші рет өзімді осындай толық сезініп тұрмын. Менің даусымда ұзақ шөлден кейін сусын тапқан адамның қуанышы бар еді. Ол да менің толысқан тәнімнен алған электр тоғында сезімге еліткен. Ене, тереңірек, тағы да. Сырттағы жаңбыр мен күннің күркіреуі біздің даусымызды жұтып, құпиямызды жасырып тұрды. Біз осылайша түні бойы бір-біріміздің құмалығымызды қандырып, тыйым салынған шекараларды бұзып жарып жаттық. Сол түннен кейін біздің қарым-қатынасымыз сырт көзге өзгермегендей көрінді. Таң атқанда Данияр екеуміз Мединамен бірге дастархан басында отырып, ештеңе болмағандай шай іштік. Бірақ арамыздағы ауа енді мүлде басқаша еді. Бір-біріміздің жүрегіміздің түкпіріне дейін үңіліп, ең жасырын сырларымызды бөліскендіктен арамызда жабысқақ, үзілмейтін бір байланыс орнады. Күндіз екеуміз де елемеуге тырысатын сол бір жабайы құмарлық. Түн батқанда мені еріксіз төсегіме сүйрейтін болды. Мен мүлдем өзгердім. Бұрынғы ұялшақтық, тартыншақтық деген із-түзсіз жоғалды. Тіпті Медина мектепке Данияр жұмысқа кетпес бұрын мен оны бөлмеме шақыратын болдым. Бұл шақыру бас тартуға келмейтін тәтті азғыру еді. Данияр, жұмысқа кетпес бұрын бар жоғы 10 минутқа кіріп шықшы, дедім даусымда шыдамсыздық пайда болып. Ол сәл кідірді. Таңертеңгі қарбаласта бұлай ету дұрыс емес деп ойлады. Бірақ оның көздері менің жанарымдағы жалындаған отты көріп тұрды. Ене, таңертең ғой, жұмысқа кешігемін. Ол ақылына жүгінгісі келгенімен, денесі менің қалауымды орындауға дайын тұрды. Өтінемін, кешегі түннен бері сені ойлап, есім кетіп тұр. Менің көзқарасым есірткіге тәуелді адамдай еді. Қолым оның қолын ұстағанда ол қарсыласа алмады.
Уақыт тығыз болса да, таңертеңгі ләззаттың дәмі түндегіден де өткір болып шықты. Біз осылайша таңды да, түнді де бірге өткізетін болдық. Медина ұйықтаған соң, мен жоғарыға, оның бөлмесіне көтерілемін. Кейде ол менің бөлмеме түседі. Данияр, бүгін мен істіне шыққым келеді. Мен енді ұялуды қойдым. Керісінше, төсектегі тізгінді өз қолыма алдым. Көзімде жануарлық инстинкт ойнап тұр. Данияр сәл қысылғанымен, менің талабымды жерге тастай алмады. Сенің тереңірек кіргеніңді қалаймын. Мен үстіне шығып, баяу қозғала бастадым. Тәнім оның кәнін қабылдаған сәтте, біз тағы да тыйым салынған ләззаттың тұңғиығына батып кеттік. Қандай үлкен! Бөлмеші менің ыңырсыған даусыма толды. Ене, ақырын, Медина естіп қояды, деп сыбырлады ол уайымдап. Бірақ мен ақыл есімнен толық айырылғанда едім. Білемін, бірақ шыдай алар емеспін. Мен өз ләззатымды қуып, белсенді қимылдай бердім. Енді мен оған толықтай тәуелдедім. Ал ол менің толысқан тәнім мен тәжірибелі қимылымнан бас тарта алмайтын күйге түсті. Бойымызда кінәлау сезімі болды, бірақ құмарлық одан әлде қайда күштірек еді. Бұл қарым-қатынастың қайда апарарын білмесем де, сол сәттегі ләззат мен үшін бәрінен қымбат болды. Сіздің басыңыздан ақылдан гөрі инстинкт жеңіп кеткен сәттер болды ма? Біз жұрт не дейді деген сөзді, ар-ұяттың таразысын артқа тастап, өзіміздің құпия жұмағымызға еніп кеттік. Сіңілім Мәриямның ескертуі енді алыстан естілген жаңғырық сияқты ғана қабылданды. Уақыт өткен сайын біздің сезімдеріміз де тереңдей түсті. Бұл махаббаттан гөрі физикалық аңсарға жақын болса да, мен мұны махаббаттың бір түрі деп сендім. Данияр, бүгін қаттырақ. Аямашы мені, деп сыбырладым бір түні оның құлағына. Енді мен физикалық ләззатты еш қымсынбастан талап ететін болдым. Ене, ауырады ғой? Жоқ, мен сенің күшіне толық үйрендім. Қаттырақ. Көзімдегі от лапылдап жатты. Біздің қарым-қатынасымыз күн өткен сайын терең және қауіпті құзға құлап бара жатты. Әр түн сайын тыйым салынған ләззатқа мас болып, бір-бірімізді аймалаймыз. Бір түні оны қатты құшақтап жатып, Данияр, мен сенен бала туғым келеді, деп сыбырладым. Ол сол мезетте дем аламай қалды. Бұл сөздер қалжыңға ұқсамайтын еді. Менің жанарым тым байсалды болатын. Ене, ол не дегеніңіз? Сөйлеуге шамасы келмей қалды. Ол мұндай сұмдықты тіпті елестете де алмаған еді. Қалжың ғой. Бірақ мен сені сондай қатты қалаймын дедім. Дегенмен менің көзінде шындық жатты. Мен оны енді өз еркегім ретінде қабылдадым. Ал ол мені сүйікті әйелі ретінде көрді. Біз әлемнің көзқарасына түкірдік. Тыйым салынған қарым-қатынастан бақыт іздедік. Біздің құпия махаббатымыз осылай жалғаса берді. Мен білемін, бұл хикаяның соңы не болатынын, қашан бітетінін білмеймін. Бірақ әр түн сайын оның құшағында сезінетін отты жылу мен жанталасқан аңсар мені тоқтауға мұша бермейді. Күнә мен өкінішті шетке ысырып қойып, тек сонымен өткізген уақытқа ғана назар аударамын. Бұл шексіз тәуелділік бізді қайда апарады? Білмеймін. Тек келесі сәтте оның құшағында сезінетін ләззат қана мені алға сүйрейді. Сіз осындай тәуелділікті тоқтата алар ма едіңіз? Бүгінгі хикая осы жерден аяқталады. Біздің махаббатымыз туралы не ойлайсыз? Бәлкім, менің өмірімде ар-ұят пен нәпсінің арасындағы қыл көпірдің үстінде тұрған шығар. Егер ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі хикаяны бірінші болып естисіздер. Сұрақтарыңыз бен пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырсаңыздар, маған үлкен күш береді. Дендеріңіз сау, күндеріңіз сәтті болсын. М.